Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Тредик. Иә, мен аян ғой енді. Білесіздер ғой. Иә, мен қазір екінші каналда осы видеоны салып отырмын. Себебі бірінші канал өтеліп қалуы мүмкін. Иә, өте өкінішті өтеліп қалуы мүмкін сол видео. Бүкіл видеолар 2 жыл бекер етіп қалуы мүмкін. Енді барынша тырысып жатырмын. Бұл Google'дың заңы бойынша енді мен Google'ға қарсы ештеңе істей алмаймын. Енді толығырақ айтатын болсам, Google 13 жасты тіркемеген, яғни туу куәлігімен тіркелмеген аккаунттарды 14 күннен кейін тіркемесең, уже 30 күннен кейін удалить етеді. Сондай шығарған. Менде әлі 7 күндей бар, бірақ қайтсам 3 рет дұрыс емес деді, білмедім. Тағы бір рет жүріп көруге болады, әлі 7 күн бар. ChatGPT'ден де сұрадым, Google'дан да сұрадым, өзінің сайтынан. Бірақ қайтадан жүріп көру керек. Тіркемеді деп айтқан жоқ, түсінбедім деп жазып тұр ғой, Google орысша, соны енді қайтадан жүріп көретін боламын. Енді бұл видеода біз не істеп жатырмын? Бұл жер кімнің есінде болмаса, кімнің есінде бар, кімнің есінде жоқ. Бұл деген қалай саламыз деген, общем, менің картам оның соған алған. Яғни коньки деп қайықпен жүреді. 2 башня цензура болып қоймыш жерге қырқы кезіме түсіп кетеді. Америка. Атурий. Бітірмеген вообще мен. Бірақ сатын бітірген, ішіне ерініп кеттім. Салуға. Қазір вообще бұл емес біздің планымыз. Біздің мақсатымыз қазір каналымызды емес, Google аккаунт құтқару. Google аккаунт кетіп қалса, менің контактым бәрі кетіп қалады. Енді мен толпа аккаунт бар, данныйын бәрін соған көшіруге болады, бірақ YouTube каналды көшіре алмаймын. Тіпті басқа каналдан кіріп, мен өз каналыма кіре алмаймын. Официальный каналыма жоқ бітті, ол удалителген канал болып тұр. Мен өзіне кіре аламын, бірақ білмеймін, мен тек запись алдым. Видеоға превью қою үшін де оған керек. Видеоны мен сол каналға да істеймін ба деп ойлап едім. Бірақ ана каналға видео шықпайды вообще. Видео шығуға істей болмайды. Запись істей алдым әйтеуір. Бірақ былай Google өзі типа қалай айтсам болады, Play Marketке де кіргізбейді, Chrome'да да кіргізбейді ондай. Мен шүкір Minecraft серверінің басқа кодыма тұрған шүкір. Бөлек аккаунтта сол сервер ойнай аламын әйтеуір. Бірақ аккаунтым бәрі басқа аккаунттарда ғой енді, ойында. Еще одан да еще на Google еще Clash of Clans 10 болды еще аккаунттар ғой. Кетіп қалса бітті. Ана мен 5 жыл ойнаған ғой, 3 жыл YouTube түсірген емес. Әлі өкініп отырмын. Неге олай істеп отыр? Именно күшті сәтте сондай жаман сәт болып қалады кейде. Бұйырса проблема шешіледі деген ойдамын енді. Мен Рембо дейтін, Таймай деген жылқыларым көріп отырсыздар. Еттік қайық деп қойтайық. Енді не айтам? Айтатын ештеңе жоқ. Осы канал ана канал жылқы қылып отса, осы каналда түсіріп, ана канал ашылса, ана каналда екінші канал болып қалады. Бұл каналда енді осы Тредик деген каналда менде үшін Майнкрафттан басқа ойындар түсірем ба деп едім. Но енді Майнкрафт емес бұл. Бұл же әңгіме, информация беретін видео. Сіздерге арнайы хабарландыру. Оралуы мүмкін, оралмауы мүмкін ана каналға.
бул канал ана каналга оралсам, мына экинчи канал болот, яғни бұда Майнкрафттан басқа ойындар түсірем. Менде уже бірталай ойындар бар, бірақ мен түсіруге кішкене қорқып себебі мен басында баяғыдан ойнап кеткен ойындарын түсірейін ба деп едім да, өзіме қызық емес еще қазір оны атау орыстар түсірмейді, ағылшындар түсірмейді. Сол ойладым, тасташ деп. Мен қазір ойланып тұрмын, қандай ойындарға оралуға болады. Комментке жазып кетсеңіздер, қандай ескі ойындар бар, бәрі ойнаған типа. Еще том жазбаңдар, маған андай вертикальный ойындар керек емес. Мен Сику деген ойынды түріп көргеннен ол ойын қатып қалды, өшіп көре. Маған күшті ойын болып еді негізі. Интернеттен көрдім, адамдар күшті өткен, типа татау стримерлер өткен ағылшын. Бірақ менің ойын запись болып қалды, ойнай алмайтын болып, сосын тастап едім. Бірден жетіспейді қазір. Точно бірден жетіспейді. Не деп ойды жазды? Қазір көреміз, не жетіспейді екен. Қайда тұреді? Қайда тұреді вообще? Түсінбедім. Тоқта бір тамақ классына тұру керек еді. Анда, осы жерде тұр. Түсініп тұрған шығарсыздар, уже не істейтін отқанымды. Да, торт қойдым. Қазір енді бізге свечка жоқ па неше? Свеч. О, таптық. Че қойылмайды? Бәрі тортша қойдым ба не? Жоқ, мысына. Торт болды. Кім түсінді, сол түсінді уже. Түсінбеген адамдар тупой болады. Мына жерде менің сіздерге отсылка дейін ба, не дейін, пасхалка қылып қояйын сіздерге. Спойлер. Бұл жерде не болуы мүмкін? Бұл сценарийда не болуы мүмкін айтыңдаршы. Не просто жүріп келе жатырмын, қарап, мына орман не қатысы бар? Жазып кетсеңіздер болады. Сіздер олмай жокей. Давайте, сау болыңыздар.